Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айгерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода құймақтың ерекше жасалу жолын көрсетемін. Яғни үйде сүт болмай қалған жағдайда кәдімгі сумен жасалатын құймақтың рецептісін көрсетемін. Және де осы видеода көріп тұрғандарыңыздай құймақты өте әдемі қылып түюдің 3 түрлі жолын көрсетемін. Міне қарап тұрсаңыздар, құймақтарымыз өте әдемі тесік-тесік болып шыққан. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға қайнаған жылы суымызды құйып, үстінен 3 ас қасық қант және де шым-шым тұз салып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Енді жарты шай қасық ас содасы, иісі әдемі болып шығу үшін шамалы ванилин қосаңыздар болады. Одан кейін 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді шамалы сұйық майымызды құямыз, ұнымыздың жарты бөлігін салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды жақсылап араластырдық, енді қалған жарты бөлігін салып, жақсылап араластырамыз. Ешқандай да арасында түйдек қалып кетпеу керек. Жақсылап осылайынан біркелкі болғанша араластырып аламыз. Негізі ұнымызды 2 бөліп қосқан жақсы, себебі құймақтарымыз өте біркелкі әдемі болып пісіп шыққаны, осы біздің қамырымыздың өте әдемі сұйық болып шығуына байланысты. Мінекей осылай болып шығады. Табамызды орташа отқа қойып, бірінші қыздырып аламыз. Одан кейін шамалы майлап, қатты майлаудың қажеті жоқ, тек қана осылайынан кисточканың көмегімен майлап шығамыз. Міне біздің табамыз жақсылап қызды. Енді қамырымызды құймас бұрын жақсылап бір араластырып жіберіп, осылайынан видеодағыдай айналдыра ақырын қамырымызды құйып шығамыз. Енді құймақтарымыздың шет-шетін осылай силиконды қалақшаның көмегімен жайлап ақырын ашып көреміз. Осылайынан кішкене сарғайып тұрса, екінші жағына аударып, ол жағын да осылай сарғайғанша пісіріп аламыз. Негізі осында силиконды қалақшамен жұмыс жасаған өте ыңғайлы. Міне біздің құймағымыздың екінші жағы да толықтай пісіп шықты. Енді қалақшаның көмегімен ақырын тарелкамызға аламыз. Келесі құймақты пісірер алдында табамызды тағы да шамалы майлап, содан кейін барып қамырымызды құямыз. Міне қарасаңыздар, біздің құймақтарымыз өте әдемі, біркелкі болып пісіп шығып жатыр. Негізі осы рецепт өте керемет, бір жасағаннан-ақ шығады екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен бұрындары сүтпен жасайтынмын, сол кездерде бастапқыдағы мендегі 1-2 құймақтарым дұрыс шықпай қала беретін, бірақ осы рецепт маған ұнады және де өте тиімді, сумен жасай беруге болады. Міне енді сіздерге жақыннан түсіріп көрсетейін. Қараңыздаршы, тесік-тесік өте керемет болып шықты. Арасына неше түрлі салма салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Қыздар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Енді осы құймақтарымызды өте әдемі қылып түю жолын көрсетемін. Видеоны мұқият қарап отырыңыздар. Міне мен ең бірінші осылай рулет қылып ораймын.
Міне қарап отырсаңыздар, ешқандай да қиындығы жоқ, бірақ өте әдемі, ерекше болып түйілді. Қасына самса, мен қазіргі таңда көп деген мысалы сигара бөрек деп жатамыз ғой, солармен дастарханға әсемдеп қойсаңыздар, дастархандарыңыздың көркі боларына мен өте сенімдімін. Енді келесі осы роза түрін, бұны да видеоны ақырын көріп, өздеріңізге сақтап алыңыздар. Енді келесі ол өте ең оңайы, осылайынан тек қана осы 4 бұрышты қылып жасай салсаңыздар болады. Енді сіздерге тағы да бір рет қайталап көрсетемін. Өздеріңізге мұқият қарап сақтап алыңыздар. Міне қыздар, біздің құймақтарымыз өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де жақын құрбыларыңызға, әпкелеріңізбен осы рецепті бөлісіңіздер. Және де менің арнама тіркеліп алыңыздар қыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісемін. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеода кездескенше.